Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bizden қазіргі вағазымызда мешіттер жөнінде, мешіттердің қызметтері жөнінде халыққа қараңғылау болған мәселелерді айтамыз. Өйткені мешіт деген Алланың үйі. Құран-ы Кәрімде وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Мешіттер Алланың үйі, Алламен қосып, ешкімнің атына да дұға қылма, біреуге жалынба деген Аллах Тағаланың Құран-ы Кәрімде аяты бар. Енді мешіт дегенде арнайы рұқсатпенен халықтың қалауымен салат. Мешіт Аллаға керек. Ал бәндеге бәндесін сауабын алу үшін салат, өзінің ғибадатын жасайды. Мешіт рухани орталық мұсылмандарға. Абдуллах ибн Умар радиаллаху анху Ал-Масаджид Бүйутулла фил ард. Мешіттер Алланың жердегі үйлері. Вәл мусаллуна фиха зуаруха. Оған келіп намаз оқып, ғибадат ететін адамдар, оның зияратшылары, оның қонақтары деген. Ал енді осы риуаяттың астына түсіп тереңірек мазмұнын шағып көрейік. Мешіт Алланың үйі деді. Жақсы. Оған келер кетер болу керек. Үй болғаннан кейін үйдің қонағы бар, басқасы бар. А мешіттің қонағы кім? Оған келетін намаз оқитындар. Мұсылмандар. Ғибадатқа келетін кісілер. Ол сол мешітке тілекпен келеді. Алладан ғафу болады ма, ақырет сауап болады ма деген үмітпен келеді. Ай енді ол келген адам келді дейік. Үйде сіз барған жеріңізде қонақ болып түсе қалсаңыз, алдыңыздан күтіп алатын адам болады. Төрге шық, мына жаққа отырыңыз деп орынды сайлап, дастархан жайып қарсы алады. Қара шай керек пе, көк шай ішесіз бе, қандай нәрсе қалайсыз деген сияқты сөздерді айтып, қабағыңызға қарап, көңіліңізге тимей, міне сондай жағдайды көресіз. Әлен мешітке келдіңіз. Бізге біреу қызмет ету керек шығар. Иә. Яғни мешітке келген адам Алланың қонағы болды ма, Аллах Тағала сіздің қызметіңізде өзі. Бәндем кеп қапсын, сенің не тілегің бар деп Аллах Тағала алдыңда тұр. Міне бұл енді сіз бенен біз үшін керек нәрсе осы. Әмірі жүретін дегені болатын жаратқанның құзырына ғибадатқа келдің. Саған дастархан тамақ тартпағанмен ақыретке қаншалық дәрежеде сауап аласың. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Салатул жамаати тафдулу аля салатил фард би 27 дәрежа. Жалғыз кісінің намазынан жамағаттың намазы 27 есе абзал болады дейді. Мешіт міне сондай үй. Олай болатын болса, мешіттің қызметші, оны салушы. Мен әсраджа сираджан фил масжид, бәналлаху лаху қасран фил жәнна. Кім мешітке бір шырақ жақса, Аллах Тағала оған ақыретте жәннаттан сарай тұрғызып береді дейді. Яғни бұл жерде сіздің қызметіңіз арзымаған нәрсе. Ал Аллах Тағала сіздің сол ықыласыңызға қарай еткен амалыңызға анадай нәрсеңізге ақыретке дайындайды екен.
Ал енді біздер ойлаймыз, мешіт болғаннан кейін бәрі де жақсы, дұрыс. Ал бірақ қазіргі жағдайда сол мешіт өзінің қызметін өз деңгейінде атқарып тұр ма? Көріп жүрміз, кейбіреулер бір рудың яки бір атаның балдары мешіт салып алып, әрбірдесін кейбіреулер бәсеке, әр көшенің бойында мешіт салып, бұл ақмақтық. Шариғат оны бұйырған емес. Егер жұрттың ауызбіршілігі ынтымағы үшін мешіт қызмет етпесе не болады? Егер жұрттың ынтымағын кетіріп, араға сына қағып, бүлік бастаса мешіт не болады? Құр'аны кәрімде وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا зарар мешіт жасағандар, وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ Аллаға қарсы күресіп жүргендерге жаңағыдай аңдып, біз бас қосатын орын жасау үшін, тафриқан байнал муъминин, муъминдардың арасын ажыратып ажырату үшін, сондай мешіт қылған болса, оған намаз оқыма. Оларды істеген адамдардың қабіріне дұға қылма, деді Аллах Тағала. Дәл соны істеген пайғамбарымыз Мәдинеден әскер жинап Тәбік ғазауатына кетті, Тәбікке. Сөйтіп, ол жерден қайтты. Византия әскер алып келе жатыр еді. Сөйтіп, әскердің беті қайтты. Одан кейін мұсылмандар кері қайтты. Сол жорыққа барып, қайтып келе жатқан уақытында мана Мәдиненің мұнафиқтары 300-дей мұнафиқ болған. Абдуллах ибн Убай ибн Сүлүл деген бастықтары бар. Сөйтіп ұйымдасып, біз мешіт салдық. Сол мешітке келіп, бір 2 рәкат намаз оқып кетсеңіз деп, пайғамбарымыздың атының шаужайынан алып, тіпті пайғамбарымыз жібер босат десе де жабысады. Бірақ пайғамбарымыз олардың мешіттеріне кірмеді. Одан кейін келгеннен кейін Халид ибн Валидті әскермен жіберіп, олардың жасаған салған мешіттерін қираттырып бастады. Ал бұдан не қорытынды шығады? Егер мешіт жұрттың арасында ынтымаққа кесір болса, олардың арасында айғай-шу шығарса, жанжалдауға себеп болса, ол мешіт сносқа жатады, бауырлар. Қиратып тастау керек ондай мешітті. Міне әңгіме қайда жатыр? Мешіт деген сол жамағаттың, қоғамның бірлігі, ауыз бірлігі үшін, халықтың тыныштығы үшін қызмет ету керек. Дәл сондай қызметті жасай алмаған мешіт, ол Алланың үйі деп айтуға болмайды. Алланың үйі емес, ол пәленшенің үйі, салған адамның үйі болып қалады. Бұл әл-хадар, бұл көк түйінға тұрмай қалады бұл нәрселер. Сонша жасаған жұмыс сауапсыз қалады. Болмаса азымшық ақшаға мешіт тұрмайды. Ал енді қазір көп жерлерде кейбір мешіттер салып, ескі мешіттер қирап жатыр. Қалып қойып жатыр, бұзады, басқа болады. Енді не істеу керек? Сол мешіттің орнын не істеу керек? Оны біздердің фиқ кітаптарында жазады. Алланың зікірі болған жер, ол орынды бөтен басқа нәрсеге мақсатқа пайдалануға болмайды. Ол жерді қоршап қою керек, гүл егу керек, болмаса аяқ баспайтын ету керек. Сондай, яғни Алланың зікірі болған жер. Соны сыйлау керек, аяқ асты етпеу керек деп айтылады. Енді бұл жағынан біздің көпшілік кісілеріміз бұдан бейхабар. Енді бұл жерде тағы бір ескеретін жайт, мынау рұқсаты бар мешіттермен рұқсаты жоқ мешіт деген әңгіме бар. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Мәккеде қанша жыл, 13 жыл дін тарқатып, бұл жерде уағыз айтып, даватпен тұрғанда бірде-бір рет Кәбә-и Муаззамада жұма намазын оқыған жоқ.
Неге? Бейлік Құрайшылардың қолында, мұсылмандарға бейлік жоқ. Олар жолатпайды. Сөйтіп Каабаның алдында олар жиылып намаз оқып, бұлай жұма намазын оқуға мүмкіндік болмады, оқи алмады. Сөйтіп мұсылмандар Мәдинеге қоныс аударғаннан кейін бірінші рет сол Мәдинеде жұма намаз оқылды. Яғни мұсылмандар еркі қолына тиді. Енді жұма намазын оқу болады. Сонысынан келеді де кейбір фиқ ғалымдары мешітке рұқсат болу керек дейді. Ал енді оның әртүрлі жақтары бар. Біздердің қазіргі заманда түсінбеушіліктер бар. Осындай жағынан біз лажы болғанша жұрттың ынтымағы болса, мешіттің маңайында ұйысып, ғибадатты бірге жасаса деген ойға барамыз. Имам Абу Ханифа Бағдат шәһәрінде бір мешіт болған заманы. Халық көп, сыймайды. Көпшілік сұрады имам Абу Ханифадан. Не қыламыз? Ол халық сыймай жатыр. Мына өзеннің мына жағына да мешіт болса, ана жағында да мешіт бар енді. Сөйтіп намазды бөлініп екі жаққа солай оқысақ қайтеді дегенде, имам Абу Ханифа арада көпір бар деп көнбей қойған. Не үшін? Сіздер ойлаңыз, егер халықтың ішінде Аллах Тағалаға қол көтеріп, Алла деп, ақ деп дұға қылса, сөзсіз дұғасы өтетін, қабыл болатын жандар болады. Сондай адам болса, сол адам бір мешіт жамағатына келсе, олардың дұғасы қабыл, ал дұрыс. Мына жақшы. Ол мына жаққа ол кісі барған жоқ, ол бірақ мешітке барды. Енді мына жағдалада қалама. Имам Абу Ханифа осы жақтарын ескерген. Барлығына берекесі бірдей дарысын деген мақсат. Мешіт мені осыншалық дәрежеде халыққа қызмет ету керек. Бұрынғы мешіттер не болды? Бұрынғы мешіттерде Хазірет Осман Зеннурайн радиаллаху анху уақытында мешіттерге қазан астырып, тамақ пісіріп қоятын. Ол кімге керек? Ол нашарлар, жолаушылар, сондай адамдар келіп, тамақ ішіп, қарын тойғызсын. Мен сондай жағдайлар жасаған. Ол мешіт деген мына жұрттың садақасын жинап, сонымен отыра берсін деген нәрсе жоқ. Мешіттер қызметін жасасын халыққа. Күтіп алсын келгендерді. Мешіт салудың өзі үлкен нәрсе. Сол жолға жасалған әрекеттің өзі үлкен нәрсе. Қаншалық сауап. Құран-ы Кәрімде إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر деп аятта айтады. Yağmur, yani көркейтеді Алланың мешіттерін. Кім көркейтеді? Масаджид Алла. Мен амана биллахи, Аллаға иман келтірген. Вал яумил ахир, ахирет күніне иман келтірген. Ізгілік амал істеген сондай бәнделер мешіттерді көркейтеді. Бұл илахи әмір негізінде мен аятта айтылып тұр. Демек, кім мешітке қамқорлық жасап атса, оған қызмет істеп атса, ол иман тауып атыр деген сөз. Ол жанашырлық істеп атыр мешітке, Алланың үйіне деп. Соншалық деңгейде мешіттің қадір қасиеті бар екен. Енді бұрынғы кездердегі мешіттер ғылым орталықтарда болды. Бұл кең мағынасымен алғанда. Өйткені ғалымдар мешітте кездеседі бір-бірімен. Ол жерде кітаптар бар. Түсінбеген жерлерді ортаға салады. Сұрасады. Мәне мешіт сондай нәрсе болған. Жастарға тәлім беретінде мешіт.
даулы мәселе болса шешетін жерден мешіт. Жұрттың көзін ашу үшін әр түрлі сабақ, басқа нәрселерді оқытуға қолданатын орында пайдаланатын да мешіт. Соның бәріне мешіт жарат мұсылмандарға. Бұл көп уақыт солай жалғасып келді. Ал енді дүниенің аз күндік бұл жарамайтын бір болмағыр нәрсе үшін қазіргі заманда бұны мешіттің жанында отырып алып, соны садақасына таласып, бір-бірімен бет жыртысып жүргендер, енді ол мешіт қызметін түсінбейтін, руханияты одан аулақ адамдардың тірлігі. Бірақ мешіттерді ерекше зинат беріп, оны жаңағыдай көркемдеп, көтермелеп салуға негізінде шариғатта бұйырмаған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде ол жоқ. Бірақ Хазіреті Умар радиаллаху анху өзінің халифалығының дәуірінде Құддус шәриф ашылып, яғни Иерусалим, Дамшыққа біраз шаруалар бойынша келіп, кейін Құддусқа келіп, олардың шіркеулерін аралап көріп, олардың руханиларымен кездесіп, шіркеулердің мешіт ерекше жаңағы христиандардың шіркеулері ерекше жаңағы бояп, зинаттап, сөйтіп салынған әшекейлеп, сондай нәрселерді көріп, Хазіреті Умар радиаллаху анху мұсылман басшыларына, біздің надан, сауатсыз адамдарымыз осылардың ғибадатханаларына, мынаның әшекейіне алданып, соны біздің мешіттен артық көріп кетіп қалмасын. Сендер де мешіттеріңді жақсылаңдар, әшекей беріңдер, ою, нақыш салыңдар, сөйтіп олардан асырып жағдай жасаңдар деп Хазіреті Умар бұйрық берген. Міне демек, өйткені біздің маңайымызда басқа дін өкілдері жүр. Аралаш, мешіттерің осыма деген сөз айтқызбау керек. Мешіттің бар болғаны осыма дегізбеу керек. Ал мешіттің тазалығы бір басқа. Оған ерекше мән беру керек. Неге? Ол Алланың үйі. Ал оған барған сіз бенен біз Алланың құлымыз. Ғибадатымыз жасаймыз. Ал енді сол мешітке сыйлап барудың жолы қандай? Мешітке сыйлап бару ол қарапайым нәрсе емес. Сіз бенен біз бәріміз барамыз, сол баратын маңайыңыздағы кісілерді сыйлаңыз. Сол жерде тұрудың, намаз оқудың тәртібіне мән беру керек. Мені қазір жаз уағы. Кейбіреудің аяғы жаңағы нәски шұлықтарын киіп алады, анан иісі бұрқырап тұрады, сөйтетті мешітке келеді. Ал енді сіз қатарда тұрып, сіз сәжда қылғаныңызда арқада адам сізді боқтап тұра ма, не деп тұрады, енді не істейміз енді? Ол сәжда қылғанда оның мұрнына бармай манау. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сахабаларға бұйрық берген, шесін мынау неше сарымсақ жегендерің мешітке жоламаңдар деген. Өйткені періштелер, мына мұсылмандар жаңағы жан нетіп жақтырмай қиналған нәрсені періштелер де безет қашат деген. Ал сол иісті жаман нәрселерден қашу, сол мешітті сыйлау үшін соған жағдай нәрселердің болдырмау жағдың қара тапсырған болса, енді біздің ол заманда нәски жоқ. Ал міне енді қазір мына аяғымызда анау бар, бұрқыратып кіріп барғанымыз еш бұл қисынға келбейтін нәрсе. Біз бір-бірімізді өзіміз сыйлауымыз керек. Ондағы барған адам жан тәнімен рахаттанып намазын оқып, онан кейін болған екен Аллаға тілек етіп, қолын көтеріп, дұғасын қылып, сөйтіп қайту керек. Ол рухани жаңа өз талабын, қажетін, мұқтажын ада қылып қайту мақсатымен барды. Соның ықыласының бетін қайтарып жаңағыдай жасап тұрсақ, бұл енді оның обалдығы қанша болады. Соның үшін мешіттің де әдебі бар. Ал енді кейбіреулер бар. Мешітке келеді, қазір жастар арасында көбейіп тұр. Аяғын тал-тайып тұрады. Ал
қай негізбен аяғын талтайтып тұрады? Не қайсы дәлел бар, қайсы хадисте? Біз бен сізді Құдай тағала желкесі мынау иығын өлшеп көріңіздер, 2,5 қарыстан көп қылып ешкім жаратпаған, көп болса 2,5 қарыс. Денең 2,5 қарыс болады да, енді 4 қарыс жерге аяғын созып тұратын, қандай ақмақсың? Сондағы айтатындары дейді, оны жаңағы шайтан арадан өтіп кетеді, соның үшін аяқтарды нетіп тұру керек. Ақыр өте керексе бұттың арасынан неғып өтпейді, шайтаны құрғыр. Одан да тиіштік қол, оңай ғана нәрсе. Сахабалардың киімдері қай жағынан тозған? Сахабалардың киімдері 2 иіннен тозған. Ол аяғын керіп тұрса қайтып тозады ол. Аяғын жиынқырап тұрса, ана иіндері бір-біріне тиеді, өнен кейін тозады ол. Мені соған жағдай жасалу керек. Риваяттың да орнымен түсіну керек қой бұны. Соның үшін, ал енді егер әрқайсысы жағдай тұра берсе, жамағаттың қаншасы мешіттің ішіне сыймай далаға шығып кетеді. Оның далада жағдай бар ма? Міне осындай жағдайларды біздің нелеріміз есін алу керек, ескеру керек, намазға келетін адамдар. Жандағы тұрған адамға жәбір көрсетпеу керек. Оны сыйлау керек. Міне осындай жағдайларды бұл мешітке баратын адам, мешіттің әдебі бар. Ал енді ол жағында тағда бір нәрсе, мешіттің қызметін жасаған, мынау қарауылы бар, қызметкері, азаншысы бар, имам бар деген сияқты бұл кісілер келген кеткендерге жұмсақ қарап, олардың мұқтаждарын тыңдап, мүмкін болса, лажы болса, осы мәселені біз шешіп жіберейік, жамағатпен мына кісі мынандай осындай қажеті бар екен деген сияқты сөздерді айтып, жақсы қабылдасақ, одан жаманатты болмаймыз. Өйткені бізге талай тағдырдың адамы келеді. Олар біздің кішкентай ғана қолдауымызға, сондай жылы сөзімізге мұқтаж болып келетіндер де бар. Оның орнына, «Ей, бұлай жүр!» деп айқайлап қарсылатын бұл өте оғаш өрескел тірлік болады. Мені соның үшін біздің мешіттен бетім теріс бұрып, басқа дінге кетіп жатқан адамдар да бар. Соған себеп болған сенің аузыңның жаңағы бір ауыз сөзі болып отыр. Мені сондай болғаннан кейін біз мешіттеміз ба, ал әдептік жағын бірінші ойлауымыз керек. Шариғат осы жағын ойлайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзіне келе ма, соның өзінің өңін қалпына келтіріп, о жақ жағын қарап, шаштарын тарап, сақалдарын бәрін реттеп, сөйтіп қарсы алады. Өзімен сөйлескен адаммен амандасып бір нетіп қалса, олардың өзі қолын тартпай, пайғамбарымыз қолын тартпайды. Мені сөйтіп, ол келген кеткендердің бәрін солай етіп қарсы алады оны. Мешіт өкілдері сондай қай жерде тұрсын, қай деңгейде тұрсын, осыны ойлау керек. Өйткені біз мешіттің имамы, қызметшісі болған адамдарымыз Аллах Тағаланың үйінің қызметшісі. Аллах Тағаланың үйінің қызметкері, ол көрініп тұрған біздер. Оның ішінде періштелері де бар оның. Соған біздің надандығымызды олар көрмеу керек. Міне осындай деңгейде болу керек мешіт деген нәрсені. Міне сонда біздер көп нәрседен ұтамыз. Біздің қолымыз жеткей жүрген нәрседі. Бұл мешіттерді салу, он дауысты жаңағы айғайлап азан айту деген сияқты. О арман еді бір кезде. Әмін Құдайға шүкір, енді соның бағасын білу керек. Алла өзің бердің, енді осының жаңағы қызығын көруге нәсіп еттіп, Аллаға жалынып, дұғамызды жасап, Құдая осының ар жағына, ақырына шейін осы біздің балдарымыз тауфық хидаят тауып жерге келсін, тілін сындырсын деп. Міне бұл зікірдің орны. Өйткені Құр'аны кәрімде мешіттерде фи буютин адиналлаху ан турфа ва юзкара фиха исмуху деп Аллах Тағала айтады. Яғни фи буютин үйлерде, ол сол үйлер салынған, демек ол мешіт болу үшін үй болу керек екен. Басы жабық, төбесі сондай белгілі үй.
Adinallah, Allah ruhsat berdi anturfa'a, onu kötörüge, ve izkara fiha ismuhu, oğan zikirin Allah'ın ismini aytuğa, soğan Kuday Tağala jetkizgen eken, ruhsat bergen. Yani sonday bir üy bolu kerek. Müslüman askerleri sahabalardan kezinde jawmen soğusup Irak'ta, Bizantiyaga karşı Siriyada, başkada soğusup jürgendir, aydalada juma namaz okuyan yok. Demek meşit bolu gerek, meşitte oku gerek. Aydalaga hiç kim juma okumaydı. Peygamberimiz aydalaga ayt namazda okudu, durus meşitin janında. O dalada okudu, jurt sıymaydı o. Aliyanda meşit, jurt sıymaytın bolsa, janağı dalaga da niyetip okuga bolat mümkünlük var. Birak juma namazda dalaga okumaydı. Demek bunun barlığı ülkön nerse, yurtta toptastırı, ojumdastırı, cemaat bar jerde bereke var. Halk köpçülükben, Peygamberimizin hadisinde menin ümmetimnin berekesi Allah Taala'nın hadis kuddusiyinde aytat değil, ayadullahi ma'al cema'a, Allah Taala'nın kudret kolu cemaat ben birge. Cemaat bolgan jerde birlik bolat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, bizning soňky wagtlarymyzda dindi kadirin bilmeytin, ol senderдің gıybadattaryňa durustap köňül bölmeytin başlar geledi. Osunday wagtlar bolady senderge degende sahabalar surady, ya Rasulullah, eger sonday wagt bolsa biz meşitke kelmey koysak, söýtüp namazlarımızda üyde okusak kalay bolad degen savol bergende Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yok, sender meşitke gelindir dedi. Mene bul jerde bir mesele Peygamberimiz sonday başçılar kanday bolgan günde de meşitke kelүүgө buyurup otur. Ol demek namazdı, gıybadatты sayasatка bergen jok, sayasatка kurban etken jok. Meşit sayasаттың ornu emes degen söz. Hacca zalim degen İslam tarihinde ataklı zalimnin biri, Peygamberin tukumlarına kılıç yapkan, İmam Hasan Husayin'dardı kuğundagan, İmam Hasan'dı uberip Husayin'de özünü şaupsul şehit kıgan olar. Medine-i Munavvara'da sahabaların, yüzlep sahabalarını öldürgen, Kur'an-ı Kerim'de mahluk degen, Kabe-i Muazzamaga tas atar kuralmen tas atıp kıyratkan, sondaylık kılmışlar jasagan adam, yendi gelip Mekke'de karşılarga imam bolup namaz okudu. Mene sonda ne boldu? Sahabalar soğan iktida kılıp namaz okudu. Abdullah ibn Umar boldu, Abu Hurayra boldu, başkalar boldu. Son namazda soğan uyup namaz okudu. Eğer olar namaz okumasa ana cemaat olardı körüp uyumay koyar edi. Odan keyin tağda adamның kanı tөгülür edi, kırgın bolar edi. Peygamberimiz sonu aldın aytıp ketdi, meşitke kelingler. Kalay bolgan gündüzü namazga gel, meşitke gel. Yani gıybadat ol özüңүздүн Allah'a bir niyetetini arızыңız, onu hiç kanday sayasatpen aralastırууга bolmayt degen söz. Ana başçı kim bolsa bolsun keldi namazыңды okuy ber. Bizlerin hazırki vaxtlarda keyber ahmaklar meşitke dini baskarma peleçeni koyup koyup mağan jakpaydı, anao var munao var deyit de öz aldına bölüm cemaat, olardan bölüm cemaat bolgan şeriatta dinden çıgudun katarına jatat. Bir meşittin kavminin solay bölünüp ketүү degen söz, ol şeriat üçün ağır, öte ağır nerse. Sonun üçün her bir jakсы jaman imamның arkasında durup namaz okudu İmam Abu Hanifa talap etedi. Ol imam jakсы mı jaman ba, son arkasından iktida kılasın. Jakсы bolsa özüne, jaman bolsa özüne bäri. Sonun üçün bul meşit kavmi meşittin imamına da hürmetpen kelүү gerek. Körüp dur dinden çıgatın is kılsa başka mesele. Al endi namazda dindi buzatın diye buzatın bir ister istemese bäribir arkasından iktida kılıp namaz okuladı. Sonun üçün biz olarda özümüzdün tattavuzun dämin getirmeyi degende solardan gıybadatlarına başkasına özümüz bilmeytin nersege arlasudun kajet yok. Kajet ba dini baskırmaga habarlasıp. Mına kişinin namazında mınanday bolup atır. Mınanday bolup atır. Özüne aldımen cemaatpen moyunda atıp aytıp önekeyin mına jakka kelip töreli ötüp meseleni ortaga salıp.
Міне сонда мәселе басқаша болады. Бет алды әркім өзінше жоқ, мынаған ұйымайым деп ана жаққа жамағат болу шариғат бұйырмайды, өте ауыр нәрсе. Олай бөлінуге, соғыс уағында жамағаттан бөлініп кетуге Аллах Тағала ешкімге рұқсат бермеген. Енді айдың күні аманда бөлініп кетуге кім рұқсат береді? Құран-ы Кәрімде қауіп намазы бар. Имам намазға кірді ме, анауда мұнауда намазға кіреді. Бірақ бір тобы қару жарағын алып, намазға кірумен жауға қарап дайын тұрады. Бөлініп, екі бөліп намаз оқымайды. Бір имаммен намаз оқиды. Енді бір мезгілде соғыс жағдайында бөлініп намаз оқи алмаса, енді жай уақытта бейбіт кезде жамағаттың бөлініп намаз оқуы мұсылмандардың ынтымағын кетіретін бәле. Бұндай қатердің, бұндай уасуас шайтанның арқасынан еруге шариғат әргіз ешқашан бұйырмайды. Бұндай нәрседен сақ болу керек. Ал енді үзір болды, жамағат намазын оқып қойыпты, сіздер біраз адам келдіңіз мешітке. Олар өтіп кеткен, енді сол жерде қамат түсіріп, екінші жамағат оқи берді, оның сөкеттігі жоқ. Жолаушы бар, басқа бар, оларға ешқандай бірдеңе деуге болмайды. Оның жағдайына қарай. Ал әдейге ананы көре тұра бөлінуге шариғат қоспайды. Әдейге бөлініп кетіп барысқан адамдар шариғатта кәл-муфарық лединилля, дінді тастаған адамдармен бірдей деген пайғамбарымыз. Бұдан әл-хадар, сақтық жасау керек. Соның үшін ынтымақтан Алла айырмасын. Ассаламу алейкум.